Батыс Қазақстан облысының шалғайдағы аудандарына апаратын республикалық жолдың құрылысы межелі мерзімінен кешіккеніне биыл 3 жылға жуықтады. Бұл мәселені мемлекет басшысы тікелей бақылауға алған. Жыл сайын 40 сылтау айтатын мердігерлер осыдан қаймықты ма, биыл тас жолдың төменгі қабатын төсеп, қатынауға ашамыз деп сендіріп отыр. Бос жатқан топырақты ұшырып әкеткен желдің соңы әп-сәтте құмды дауылға ұласты. Топырақ борағанда қарғадым жер жүру мүмкін емес, түк көрінбейді. Мұндайда боранның басылғанын күтуден басқа амал жоқ. Бірақ дауыл біткесін жаңбыр төкті. Шаңы шығып шөліркеген жол лезде ми батпаққа айналды. Бұл өнеге Бейсен Сайхан республикалық жолы. Нешінші шақырым екенін білмейміз, бірақ қазіргі көрініс осындай. Міне, балақта тұрып, сүйектеріміздің көлігін батпақтан құтқаруға келдік. Батпаққа батқан көлігімен жанталасқан жүргізушілердің бізбен ісі жоқ. Көмекке келгесін оларды мазалауда ыңғайсыз. Ал терезеге шашатын су таусылғандар ішетін сусынды көлігіне құйып жатыр. Өйткені бұл батпақтың әлі қаншаға созылары белгісіз. 60 мыңнан астам тұрғыны бар Шауданның жолын салуға кезінде 57 миллиард теңге бөлініпті. Бірақ межелі мерзімнің біткеніне 3 жылдан асты. Қыруар қаржы құмға сіңген судай жоқ болғасын, президенттің өзі осы жолды тікелей бақылауын алды. Сан сылтау айтуға шаршамайтын мердігерлер осыдан кейін еш жиғандай. Қазір үлкен проблема жоқ. Қазір дополнительно қосымша самосвалдар келіп жатыр, материалдар жеткізу, вагондар келіп жатыр. Қазір 1000 вагонға келісімшарт жасалған. Ресейден алып жатыр қиыршық тастардың бәрін. Оларда ондай не жоқ, проблема жоқ. Мердігерлер жұмыс кестеге сай деп сендірді. Жылда жетпей қалатын құрылыс материалдарын былтыр күзден бастап қамдапты. Бұл мәселе Аманат партиясының бақылауында үнемі болады. Әрқашанда біз бақылап отырамыз. Өзіміз облыстық деңгейде және аудандық деңгейдегі филиалымыз толығымен әрқашанда бақылауда ұстап отыр бұл республикалық жолды. Биылғы жоспар бойынша жол бірінші слой дейді ғой, біріншісі төселіп, сол Алла қаласа толығымен аяқталатын болады. Бұл мәселе толығымен биыл мәселесі шешілу керек. Бүгінде республикалық маңызғайы 245 шақырым жолдың 150 шақырымы дайын, ал қалған бөлігіне әзірге бір қабат асфальт төселеді. Мұның өзі жол азабын көрген ауылдықтардың бейнетін біраз жеңілдетеді дейді мердігерлер. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Батыс Қазақстан облысынан.